Бағана Инстаграмда 10 адам блокировать еттім ғой. Не үшін, брат? Оны қайдан біз? Жаңа көрдім ғой. Бегиш за мной, да? Короче, кеше арабтың асы туралы видео түсірдік қой. Иә. Енді тамағын түсірдік қой, енді жалпы енді араб елінде адамдарға тамақ қалай тамақтары тағы да басқа деп қызық болсын деп көрсеткен ғой. Сөйтсе сол бағана 10 шақты адам вот мынау араб құл, арабтардың бірдеңесі тағы да басқа деп жамандап жазып жатыр да, енді Алла сақтасын. Неге қазақтың асы табылмады ма? Мен біріншіден айтамын, мен қазақ араб елінде қазақтың асын қайдан табамын мен? Екіншіден мен мысалы ертең Бразилияда болсам, мысалы Бразилияның тамағын көрсетемін. Мысалы деймін да, соны бразилиялықтың құлы болып кетемін ба мен? Иә. Солардың тамағы. Иә. Бразилия құл боласың. Қытайға барсаң, Қытайдың тамағын жейсің, Қытай құл боласың. Мен сені заблокировать етсем қазір. Сол үшін блокировать етіп тастаған себебім еще ана жаман-жаман сөздер жазады. Араб құл, пәленше, тағы да басқа. Ішінде тіпті мені қарағандар да болды да, мен таңғалғаным. Тамақ үшін ба? Тамақ үшін ба? Білмеймін енді, ол жалпы енді дінге қарсы болғаннан кейін ғой, тамақ мәселе тамақта емес қой. Мен айтамын, мен Меккеде жүрмін. Алла Тағаланың сондай бір сүйіп таңдаған мекені, бұл жерде дұғалар қабыл. А мен қарағасам не болады деймін да. Қарағамаймын ғой енді, Алла сақтасын енді ондай. Қазағымды жамандыққа қимаймын ғой. Соның арасында біреуден сұрадым, сен жалпы дінің қандай деп сұрадым ғой. Қазақ па? Иә, қазақ. Енді сұрауға тура келді, өйткені ішіне личкаға кірдім да. Сен жалпы дінің қандай деп. Сөйтсе мен тенгрияниспін дейді. Тәңіршімін дейді. Бишара дедім енді. Онда мен сенің дініңе тиісіп жатқан жоқпын ғой. Сен де менің дініме тиіспе дедім. Менің дінім өзімде. Ана Кафирун сүресінде ғой. Сендердің діндерің өздерінікі, менің дінім өзімдікі деген сияқты. Иә. Сендер өз дінімен жүріңдер, сендер өз дінімен жүр, мен өз дінімен жүрем дедім да. Сөйтіп заблокировать етіп тастадым. Айтайын дегенім, таң қалам енді адамдар сөйтіп. Жалпы ішінде жазғандардың көбісі сол дінге қарсылар ғой. Мәселе тамақта емес о жерде. Ал жалпы мен енді арабтың асы деп не үшін түсірдім? Просто міне мысалы түріктің кофесі, түріктің кофесін ішіп сіздерге көрсетіп жатсам, мысалы мен түріктің құлы болып кеткен жоқпын ғой. Мераба, насылсың? Енді Алла сақтасын енді. Қазағымды жамандыққа қимаймын жалпы. Бірақ енді блокировать етуге қиям. Потому что өте жаман негатив жазады да. Тіпті ұрын бұтағыма дейін балаларымды қарғап кеткеннен кейін уже я не выдержал, я өшіріп тастадым сосын. Кетсінші дедім. Сол үшін заблокировать етсем. Болды, түсіндім.